Ол демалыс оны емдейді деп ойлады, бірақ мәңгілік қарғысқа тартылып қалды. Әңгіме Малкольм деген 40 жастағы дәрігерді таныстырудан басталады. Ол өнерге талғамы жоғары, әрі Лиз есімді 30-дың басындағы талантты суретші. Олардың қарым-қатынасы Малкольмнің Лиздің суреттеріне деген таңданысынан басталып, бір жылдан кейін романтикалық байланысқа айналды. Олар бір жылдық мерейтойын тойлау үшін Малкольмнің отбасына тиесілі орманның тереңінде орналасқан коттеджге демалуға баруға шешім қабылдады. Кетер алдында Лиз жақын досы Мэггиге Малкольммен бірге баратын демалыс жоспарын айтып берді. Алғашқы күннен бастап Мэгги Малкольмде бірдеңе дұрыс емес деп сезінген. Ол Малкольмнің жасы ұлғайған, бай, жақсы орны бар бола тұра әлі үйленбегеніне күмәнданды. Мэгги оның үлкен құпиясын жасырып жүрген болуы мүмкін деп ойлады. Мүмкін басқа отбасы бар шығар, немесе бұл сапар жай ғана опасыздықты жасыру үшін жасалған шығар деп күдіктенді. Ол Лизді сақ болуға ескертті. Бірақ Малкольмді шын сүйген Лиз Мэггидің алаңдаушылығын елемей, оған толық сенім артты. Келесі күні олардың сапары басталды. Машина орманның тереңіне қарай жүріп, тыныш, оқшауланған жолдардан өтіп, ақырында баратын жеріне жетті. Коттедж тыныш тұрды, қоршаған қалың ағаштар, тыныш көл және жақын жердегі сарқыраманың жұмсақ дыбысымен қоршалған. Суретші Лиз үшін бұл жер визуалды жұмақ сияқты көрінді. Лиз коттеджді аралап жүріп, асхана үстелінде торт тұрғанын байқады. Малкольм оны коттедждің қараушысы дайындаған қарсы алу сыйлығы деп қарапайым түсіндірді. Лиз артқы жаққа қарай жүріп, негізгі үйдің артында бөлек тұрған басқа ғимаратты көрді. Малкольм оның немере ағасы Даронға тиесілі екенін айтты, бірақ Даронмен тіл табыса алмайтынын, оны дөрекі және жағымсыз адам деп сипаттады. Келгеннен кейін Лиз коттедждің атмосферасынан ләззат алды. Қуанышын білдіру үшін ол шыны терезеге жүрек белгісін сызды. Кейінірек Лиз ваннада шомылып, өзіне күтім жасады. Ол байқамаған жерде көрінбейтін саусақ сол жүрек белгісін қайталап сызып жатты. Лиз оны тікелей көрмеді, тек қабырғаның ар жағынан әлсіз дыбыстар естіді, оны Малкольм шығарып жатыр деп ойлады. Сол кеште олардың романтикалық кешкі асын Дарон мен оның қызы Минка келіп бұзды. Минка ағылшын тілін білмейтіндіктен іс жүзінде сөйлемеді. Дарон Малкольмді бөлек бөлмеге алып шығып, байыпты әңгіме айтты да, Лиз бен Минканы асханада жалғыз қалдырды. Сол сәтте бір түрлі жағдай болды. Еш сөйлемеген Минка кенет үстелдегі тортқа қарап, басын шайқап, жиіркенішті бет әлпетпен тәтті сияқты емес, қорқынышты дәм дегендей ишарат жасады. Ол Лизге тортты жеуге болмайтынын, бірдеңе дұрыс емес екенін білдірді. Көп ұзамай Дарон қайтып келіп, Минканы өзімен бірге кетуге шақырды. Малкольм мен Лизге жеке уақыт бергісі келетінін айтты. Олар кеткен соң Малкольм романтикалық көңіл күйді қалпына келтіру үшін шоколадты тортты десерт ретінде ұсынды. Минканың ескертуін есіне алған Лиз бас тартпақ болды. Ол бала кезінен шоколадты ұнатпайтынын айтып өтірік айтты. Бірақ Малкольм оны өзі арнайы тапсырыс бергенін айтып, кем дегенде кішкене тістеп көруді өтінді. Оны ренжіткісі келмеген Лиз ақыры келісті. Торт тілге тиген сәтте Лиз Минканың нені меңзегенін бірден түсінді, дәмі өте нашар еді. Бірақ қанша жиіркенішті болса да, Лиз бүкіл тілімді жеп бітірді. Сол түні Лиз ұйықтап жатқанда өте шынайы сезілген түс көрді. Түсінде әйел сарқырам алдында бір түрлі рәсім биін билеп жатты. Лиз жақынырақ қарағанда әйелдің жүзі өзінің жүзіне ұқсас екенін байқады. Лиз шошып оянды. Қараңғы бөлмеде телефон шырағын жағып тұрып, тұрғын бөлмеге қарай жүрді. Ол байқамаған тағы бір қатысу оның артынан еріп жүрді. Лиз қараңғы дәлізбен ас үйге қарай жүріп, алдыңғы күні жеген шоколадты торттың алдына тоқтады. Тортқа қарағанда оны қайтадан жеуге деген қатты құмарлық биледі. Оған қарсы тұра алмай, ол тортты ашкөздікпен жеп, бүкілін тауысты. Бірдеңе оны басып алғандай болды. Келесі таңда Минка телефон сигналын іздеп, асығыс жүрді. Ол бұл жерден тезірек кеткісі келді. Тыныш орман атмосферасында кенет әйелдің айқайы естілді. Қорқып қалған Минка үлкен ағаштың артына жасырынды. Бірақ көзді ашып жұмғанша бірдеңе қорқынышты түрде оған шабуыл жасады. Минка көрінбейтін күшпен сүйретіліп әкетілді, ормандағы әлі өзінің шынайы түрін көрсетпеген тіршілік. Екінші жағында Малкольм тұрып, таңғы ас дайындап жатты.
Лиз бос көзқараспен отырып дәптерге бірдеңе сызып жатты. Оның бір түрлі әрекетін байқаған Малкольм не болғанын сұрады, бірақ Лиз тек үнсіз бас шайқады. Малкольмнің назары Лиздің сызбаларына ауысты, әйелдердің беттері ауырсынып, айқайлап тұрған суреттер. Бұл суреттер түнде көрген түсіне негізделген. Кейін Малкольм Лизді өзен жағасына серуендеуге шақырды. Сарқырамаға жеткенде Лиз өзеннің түсіндегі өзенге қаншалықты ұқсас екенін байқады. Сол сәтте ол бір түрлі сезімге берілді, бұл жерде бұрын өмір сүргендей болды. Кенет Лизге өткеннен жарқын көрініс келді. Жүкті әйел сарқырама алдында рәсім биін билеп жатыр, содан кейін екі қарулы ер адам оған жақындады. Өзен жағасында Лиз тастардың арасынан алқа тауып алды. Ойланбастан оны мойнына тағып алды, ол әрқашан өзіне тиесілі болғандай. Коттеджге қайтып келгенде Малкольмге кенет шұғыл қоңырау түсті. Ол бір пациенті комадан оянғанын, хосписке бару керек екенін айтып, дереу кетіп қалды. Лизді жалғыз қалдырды. Малкольмді тоқтата алмаған Лиз коттеджде жалғыз қалды. Жалғыздықтан құтылу үшін Мэггиге қоңырау шалды, бірақ әңгіме тез дауға айналды. Мэгги тағы да күдігін айтып, Малкольмнің жұмысқа емес, шынайы отбасына кеткенін айтты. Ренжіген Лиз қоңырауды ашуланып өшірді. Кейін Лиз ас үйге су ішуге барғанда алдында Мэнка тұрғанын көріп шошып кетті. Шатасып қалған Лиз қашан кіргенін сұрады. Шындық сезімі ыдырай бастағанда екі Мэнка тұрғанын түсінді. Мэнка Лизге шу шығармауды, балаларды оятып алуы мүмкін екенін айтты. Лиз қай балалар туралы айтып тұрғанын түсінбеді. Мэнка қолын созып, Лизге өткеннен көрініс көрсетті. Жүкті әйел өлім жазасына кесіліп жатты. Лиз шошып оянды, Мэнкамен кездесу тек түс болған. Ол гаражға қарағанда пластикке оралған адам денесін көрді деп ойлады. Жүрегі соғып, бинокль арқылы қарағанда ол жай ғана пластик қоқысы екенін түсінді. Сол кезде Дарон коттеджге келді. Лиз алғашында сыпайы түрде бас тартты, бірақ Дарон отбасына тиесілі үй екенін айтып, қысым көрсетті. Ол алкоголь алып келіп, Лизбен көңіл көтергісі келетіні белгілі болды. Өзін ыңғайсыз сезінген Лиз ваннаға барып, қашу жолын ойлады. Дарон ас үйден пышақ алып, жоғарыға шықты. Лиз ваннада отырғанда баспалдақтан қадамдар естілді, бірақ сыртында не болғанын көрмеді. Кейін Дарон өлі күйінде табылды, басы денесінен қорқынышты түрде бөлінген. Ваннада Лиз кенет тыныштықты сезінді. Батылдық жинап шыққанда Дарон жоқ болып шықты, денесі із-түссіз жоғалған. Лиз телефон алып Малкольмге қоңырау шалды, телефон өшірулі. Сол кезде ас үй раковинасынан бір түрлі дыбыс естілді, қоқысты ұсақтағыш бітеліп қалғандай. Лиз қолын салып, бітелген затты суырып алды, ол Даронның қол сағаты болатын. Бұл табу Лизді тағы да шатастырды. Сол кезде бөлмеде көлеңкелер қозғала бастады. Кенет пластикпен жабылған басы бар таинственный фигура пайда болды. Ол Лизге қарап, саусақтарымен жүрек белгісін жасады. Үйдегі өсіп келе жатқан бір түрлілікке шыдай алмаған Лиз кетуге шешім қабылдады. Мэггиге қоңырау шалып, оны алып кетуін сұрамақ болды, бірақ сигнал әлсіз болды. Көп ұзамай Малкольм қаладан қайтты. Қуанудың орнына Лиз одан да қорқа түсті. Жоғары терезеден оның үйге кіріп, ыңылдап жүргенін көрді. Малкольм кіргенде Лиз барлық қорқынышын төкті. Даронның келуі, раковинадағы сағат, пластик бас киімді фигура туралы айтты. Малкольм оны тыныштандыруға тырысты, бәрі жақсы екенін, ештеңеден қорықпау керектігін айтты. Үйді мұқият тексеремін деді. Кейін кернеуді басу үшін ішімдік ішуді ұсынды. Ішіп отырғанда Лиз комадағы пациент туралы сұрады. Малкольм қайғылы түрмен пациент қайтыс болғанын айтты. Бірақ Лиз оның қайтып келгенде ыңылдап, ештеңе болмағандай жүргенін есіне алды. Сол сәтте Малкольм өтірік айтқанын түсінді, ол ауруханаға бармаған. Ваннаға барғандай сыңай танытып шыққан Лиз еденде ескі фотосуретті тапты. Суретте 1950 жылдардағы отбасы тұрған, ондағы ер адам Малкольмге өте ұқсас еді. Жүзі қазіргідей-ақ мүлдем қартаймағандай. Дәлелмен қаруланған Лиз Малкольмді бетпе-бет беттесуге шешім қабылдады. Малкольм өтіріктері ашылғанын түсініп, мойындады. Фотодағы адам өзі. Ол 2 ғасыр бойы өмір сүріп келеді.
Малкольм мен Даронға мәңгілік өмір берілгенін түсіндірді. Бәрі 200 жыл бұрын басталған. Малкольм мен жас Дарон сарқырамада рәсім жасап жатқан жүкті сиқыршыны ұстап алған. Ол сиқыршы Лизге өте ұқсас еді, және Лиздің түсіндегі әйел сол еді. Сиқыршы шошқа қорасында босанып, бірақ бала емес, қорқынышты демонический ұрпақтар туған. Малкольм сиқыршыны атып өлтірді, бірақ балаларын тірі қалдырды. Сол сәттен бастап олармен қарғыс келісімі жасалды. Мәңгілік өмір, қартаю мен өлім жоқ, бірақ олар демондарға әйелдерді тамақ ретінде әкелуі керек. 2 ғасыр бойы Малкольм бен Дарон әйелдерді махаббатпен алдап, коттеджге әкеліп, құрбандыққа шалған. Лиз жеген торт құрбандық алдындағы рәсімнің бөлігі болған. Малкольм Лизді шынымен сүйгенін, ол басқа елдерден өзгеше екенін айтты. Бірақ мәңгілік өмір үшін оны құрбан етуге дайын болды. Малкольм Лизді жалғыз қалдырып демондарға берді. Лиз қашуға тырысты, бірақ үй толық жабылған. Қараңғыдан қорқынышты фигуралар шыға бастады. Лиз құлады, қашатын жері қалмады. Бірақ олар шабуыл жасамады. Біреуі ескі банкідегі сиқыршының кесілген басын көрсетті. Сол сәтте Лиз шындықты түсінді. Ол, сол сиқыршының қайта туған түрі, демон балаларының анасы. Коттеджге келгеннен бастап демондар оны таныған. Олар оған өткенді еске түсіру үшін түс, жүрек белгілері, алқа арқылы тырысқан. Ғасырлар бойы күткен соң демон балалары анасымен қайта қауышты. Олар оны құрметпен қарсы алды. Басқа бөлмеде Малкольм шу басылып, демондар Лизді жеп қойды деп ойлап ұйықтады. Ол мәңгілік өмірі қауіпсіз деп есептеді. Бірақ оянғанда Малкольм орманда ағашқа төңкерілген күйде тұрды. Денесі әлсіреп қартайған қолдарын көрді. Оның мәңгілік өмірі алынып тасталған, анасы қайтып келгендіктен, ол енді құрбандық әкелудің қажеті болмады. Малкольмнің денесі тез қартая бастады. Сол кезде Лиз пайда болды. Көздері қараңғы, демондар сияқты қара күңгірт аурамен. Ол Малкольмге бұрынғы құрбандықтарға арналған сол торттың бір бөлігін мәжбүрлеп жегізді. Содан кейін оның басын балмен толтырылған ыдысқа батырды. 2 ғасыр бойы күткен кек орындалды. Фильм осымен аяқталады.